Діни фанатизм қоғамға қауіп төндіруші фактор. Себебі діни фанат өзі ұстанған діннің қағидаларына қайшы келетін пікірлер мен ұстанымдарды қабылдамайды. Керісінше ашулы эмоцияға беріліп, өз идеясын қорғау үшін күресуге дайын тұрады. Діни фанатизмге бой алдырған азаматтар еліміздің мүддесін, ұлтымыздың салт дәстүрі мен мәдениетін жоққа шығарып, көпшілік арасына іріткі салады. Ал осы жағдайдың соңы неге апаруы мүмкін? Маман пікірін тыңдап көрейік. Діни фанатикалық көзқарастағы адамдардың барлығы жан-жағының барлығын мансұқтайды. Бетін кімнің ашса сол ыстық деп, бірінші сол уағызы үйреткен адамын ғана әулие тұтып, тек қана мен ғана ақиқат жеткізушімін дейді. Сөйтіп ойлайды, сол деңгейде, сол дәрежеде қалады. Көбінде сондай адамдармен сөйлескен кезде оқыған бір кітап, екі кітап. Одан аспаған. Менен басқа ешкімді тыңдама, басқаның барлығы сені алдайды. Маркетинговый ходтар ғой. Сенің жүрегіңе күмән салады. Сол күмән сені жолдан адастырады. Міне сен тура жолға бүгін түстің. Енді осыдан тайма, әкеңді тыңдама, шешеңді тыңдама, ғалымды да тыңдама, маманды да тыңдама, имамды да тыңдама деп айтып қояды. Бұның ақыры отбасынан айырылуға апарады, ортасынан айырылуға апарады, жұмысынан айырылуға апарады, адекватты жауап беру, салқынқанды ойлау дегеннен кетіп қалады, әр нәрсеге эмоциямен жауап береді, сөйтіп жүріп ақырында заң бұзады. Фанатизм негізі білімсіздіктен бастау алады. Сондықтан біз барлық рухани қажеттілікті ақылмен саралап қабылдауымыз керек. Бұл қоғам тұрақтылығы мен ел бірлігі үшін өте маңызды.